Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет холодильниктің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, комментария жазып, лайк басып, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Өздеріңіз көріп тұрғандай, міне өте керемет холодильник жасадым. Осы рецептпен жасасаңыздар, міндетті түрде керемет болып шығады холодильниктеріңіз. Бір жасағаннан холодильниктің пайдасы өте көп, кальцийге бай. Көп адамдардың аяқтары ауырады ғой, соған осыны жасап жесеңіздер, аяқтарыңызға таптырмас емнің бірі. Кальцийге бай, өте керемет тамақтардың бірі. Осылай міндетті түрде жасап көріңіздер. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте керемет болып пісті. Осылай жасап көріңіздер. Өздеріңіз көріп тұрғандай тұяқтарды жуып тазалап алдық. Енді осыны газге қоятын боламын. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мына тұяқтарымыз қайнап жатыр. Енді осыны төгіп тастап, қайтадан басынан су құйып, қайтадан газге қоятын боламыз. Төгіп тастап, таза су құйып, қайтадан газге қоятын боламыз. 8 сағат қайнау керек. Еттері жақсылап сылынып пісу үшін 8 сағаттан кейін алып турайтын боламыз. Ұзақ қайнаса етіміз, ішіндегі тұяқтар өте керемет болып піседі. Оның үстіне 2 сәбіз ашып салып жібереміз, пияз саламыз. Бұрыштарымызды осылай салып пісіретін боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай керемет болып піскен, жұмсақ болып. Енді осыны сүзіп аламыз. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, тіркелмесеңіздер, лайк басып, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Осылай барлығын сүзіп алатын боламын. Өздеріңіз көріп тұрғанда чесногымызды осылай ұсақтап туралған чеснокты салып жіберетін боламыз. Енді сіздеріңіз өз қалауларыңыз бойынша турап, майдалап салсаңыздар болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте жұмсақ, өте керемет болып піскен. Енді сүйектерінен еттері ажыратып, осылай тазалап алатын боламын. Өздеріңіз көріп тұрғандай жақсылап тазалап аламыз. Сосын еттерін жақсылап, майдалап, ұсақтап турайтын боламын. Холодильникте көп істеп жеуге болмайды екен.
оқта текте істеп жесеңіздер болады. Көп жесеңіздер оның да зияны бар екен. Қанымызды қойылатып, сондай қылып жібереді екен. Сол үшін оқта текте істеп жеуге кеңес беремін. Осылай жақсылап ұсақтап турап салып аламыз. Біреулер массировкадан өткізіп жатады екен. Енді осылай ұсақтап тураған жақсы, өзіме ұнайды. Енді сіздердің өз қалауларыңыз бойынша осылай массировкадан айдасаңыздар да болады. Осылай майдалап ұсақтап турай салдым мен. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер, өте дәмі керемет болып шығады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мына піскен сәбізімізді тюркуден өткізетін боламын. Енді сіздер өз қалауларыңыз бойынша ұсақтап турасаңыздар да, болмаса гүл жасап, гүлдеп істесеңіздер де болады. Өз қалауларыңыз бойынша осылай тюркуден өткізіп, мен турап алатын боламын. Сіздердің өз қалауларыңыз бойынша тарелкаге, болмаса пелайға қатырсаңыздар болады. Мен осындай контейнер алып, арнайы осындайға қатырып жатырмын. Өйткені бұл мен заказым болғандықтан осылай жасап жатырмын. Сіздердің енді өз қалауларыңыз бойынша пелайға, болмаса кесеге қатырсаңыздар болады. Осылай астына бірінші укроп салып жатырмын. Біреулер жұмыртқа салып жатады. Біреулер жүгері, болмаса горох салып жатады. Енді сіздердің өз қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Осылай ұсақтап туралған холодесімді осылай салып шығатын боламын. Барлық контейнерлерге. Осылай бәрін салып шығамыз. Осылай барлығын контейнерге салып аламыз. Оның үстіне ұсақтап туралған, тюркуден өткізілген сәбізімді салатын боламын. Үстіне ұсақтап туралған етімді салып шығамын. Сорпаны жақсылап сүзіп құйдым үстіне. Сөйтіп мұны холодильникке салып алдым. Өте керемет болып қатты. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Рецептім ұнаса лайк басып, комментария жазып, тіркелмесеңіз тіркеліп, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Мұны өздеріңіз көріп тұрғандай өте керемет болып піскен. Мұны осылай міндетті түрде жасап көріңіздер үйде. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазып, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте керемет болып қатқан. Назарларыңызға көп рахмет. Қош сау болыңыздар.